Сәлем достар, аң патшасы арыстан мысық тұқымдасына жататын ең ірі жыртқыш жануар. Арыстан жануарлар әлемінің патшасы мәртебесіне бостан-босқа лайықты болып жүрген жоқ. Ол құрлықтағы жыртқыш аңдардың ең ірісі, әрі ең мықтысы болып саналады. Сонымен қатар оның бейнесі, мінезі мен прайдтың, яғни өз отбасын басқаруы нағыз патшалық дәрежені сипаттайды. Тіпті арыстанның қоректі тізбектегі ең басында тұруы көпті білдіреді емес пе? Алайда әр мықтыға басқа мықты табылады демекші. Табиғатта арыстанды да жеңе алатын жануарлар баршылық. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін аң патшасы арыстанды өлтіре алатын жануарларды назарларыңызға ұсынамын. Зебралары. Арыстандар зебраларға жиі шабуыл жасайды және құрбан 70%-ында ұсталынады. Бірақ сіз білесіз бе, зебраны ұстау барысында қаншама арыстандар жақ және бас сүйектерін сындырып, сұмдық жарақаттар алып, азапты өлімге ұшырады. Жақтың сынуына артқы тұяқтың бір соққысы да жеткілікті. Бір сынық өлімге тең деп айтсақ та болады. Себебі жараланған арыстан аңға шыға алмай қалады, тіпті етті тістеп жей алмай қалады. Ондай арыстанның өмірі ары кетсе бір апта ғана. Қолтырауын. Судың нағыз қожайыны ол қолтырауын. Сондықтан арыстандар судың бойында жай тұрып шөлін қандырудан артық заттарды жасамай қойса дұрыс болар еді. Расында да арыстандар суға түссе немесе қолтырауындар құрлыққа шықса, жыртқыштардың инстинкттері оянып, әр жануар өз басшылығын көрсетіп, күтпеген қонақты өлтіруге асығады. Бұл видеода суды кешіп бара жатқан арыстанды көрген қолтырауын өз заңды шекарасын қорғау мақсатында өзге жыртқыштың көзін құртпақшы болады. Су арыстанның территориясы емес. Сондықтан бұл мекенге жолаудың қажеті жоқ. Өзенде кез келген тербелісті байқай алатын қолтырауын дереу құрбанын түскі асына айналдырмақшы болады. Суда болса да қанындағы мысық реакциясын жоғалтпаған арыстан қашып үлгерді. Алайда жиі жағдайларда қолтырауындар ондай қателіктерді кешірмейді. Аяқ қолынан айырылып қалу былай тұрсын, қолтырауының қорегіне айналып жатқан арыстандар аз емес. Бірақ жараланған арыстандар да ұзаққа бармайды. Оларды әлі алда ұзақ әрі азапты өлім күтіп тұр. Кезекті видеомызда ағайынды арыстандар су сиырының өлі денесін көріп, тегін етке қуана жүгіріп келді. Бірақ олар қасында қолтырауын бар болу мүмкіндігін жоққа шығармай, жан-жаққа қарайлап, шабуылға дайын болып тұрды. Және де бум, өз тағамын бөлісуге дайын емес қолтырауын екі ірі арыстанды кішкентай марқаулар тәрізді қуып жіберді. Буйвол, яғни енеке. 1200 кг бұлшық ет пен тастай тұяқтар, өткір мүйіздер, мінеке бұл африкалық шөпқоректі жануарларда бар қарулар. Және де бұлардың барлығы аң патшасынан қорғануға артығымен жетеді. Енекелер жиі арыстандардың асына айналып жатады. Алайда өз табынындағы сиырларды олар ешқашан қалдырмайды. Енекелердің мүйіздерінен жарақат алып, немесе өліп жатқан арыстандар өте көп. Себебі бұл екі жануардың түрі табиғат аясында жиі кездесіп жатады. Арыстандар жалғыз енекелерге шабуылдауға болмайтынын жақсы біледі. Басқа сөздермен айтатын болсақ, жабайы сиырлар оңай жемтік емес. Олар көп арыстандардан тұратын ірі прайдтардан да қорықпайды. Өз табынын немесе жерін қорғамақ болған ірі енекелер өлтіру машинасына ұқсайды. Мықты, қаны қайнап тұрған бұқалар арыстандарды көрсе болды, қызыл матаны көргендей болып, әлгі жыртқышты өлтірмейінше қоймайды екен. Африкандық жабайы иттер. Сіз қазір ойлайтын шығарсыз, ит? Қайдағы ит? Арыстанды ит жеңу дегеннің өзі дөрекі болып естілетін шығар. Ең ірі сүтқоректі піл болса жарайды, бірақ ит? Күш бірлікте демекші, африкандық жабайы иттер бір-бірден ешқашан арыстанға жоламасты еді. Алайда 30-40 болып жабылғанда олардың шамасы альфа арыстанға да жетеді. Әрине бұл іс оларға оңайға соқпайды, бірақ бұл жиі кездесетін жағдайлардың бірі екен. Су сиыры. Кім білмесе, су сиыры әлемдегі ең қауіпті жануарлардың бірі. Ол өз жерін қорғау кезінде ешбір тірі жаннан қорықпайды.
Өзі жыртқыш болмаса да, су сиыры арыстандарды өз тістерімен екіге бөліп жібере алады екен. Арыстандар ешқашан өздігінен отырып гипопотамдарға шабуылдамайды. Әрине кішкентай балаларын тығылып алып кетіп жеп қоятын кездері болады. Бірақ ондайын санамағанда олар ешқашан су сиырына жоламайды. Жалпы ондай жағдайлар өте сирек болады. Себебі арыстандарды көре сала су сиырлары оларға шабуыл жасап, суға батырып, тістеп, таптап тастайды. Африкалық жабайы қабан. Тағы да бір таңғалдыратын дерек, арыстандар аш болса да қабандарға шабуыл жасамайды екен. Себебі олар кішкентай болғанына қарамастан жыртқыштарға жауап бере алады. Қысқа дистанцияларға гепардтан тез жүгіре алады, мүйіздері пышақ тәрізді. Ал құлақты жаратын ащы шыңғырықтарын есту оңай емес. Әрине шошқаға да жан керек қой. Шабуыл жасағанда олар өз өмірлерін сақтап қалу үшін өздері жыртқышқа айналғандай болады. Піл мен мүйіз тұмсықтар. Табиғатта бұл екі жануардың жауы жоқ. Неге екен білгіңіз келсе, жай ғана олардың үлкен денелеріне қарап жауапты таба аласыз. Бұл екеу үшін арыстан патша емес. Әрине піл мен арыстанның, немесе арыстан мен мүйіз тұмсықтың Африканың кең далаларында кездесуі жиі болып тұратын жағдайы. Бірақ арыстандар кішкентай кездерінен ақ бұл жануарларға жақындауға болмайтынын жақсы біледі. Бұлар кездескен кезде артқа қайсысы шегінетінін айтпай-ақ қойсақ та болатын шығар. Питон жыланы. Арыстанның мәзірінде қозғалатын жануарлардың барлығы бар шығар. Тіпті олар ірі питон жыланын көрсе, оған шабуылдап өлтіруге тырысады. Бұл жерде басты сөз тырысады. Себебі питонды өлтіру оңай жұмыс емес. Бір орап алса болды. Ары қарай өлім сақиналары бірінен соң бірі денені орап, буындырып өлтіреді. Питонды аулаймын деп қызығып, ақыры өліп кеткен арыстандар аз емес. Африкандықтар питондарды аулап іштерін жарғанында, олардың ішінен ірі денелі арыстандар, кішкентай арыстандары, тіпті бірнеше арыстан марқаулары да шыққан екен. Арыстанды тек ірі жыртқыштар ғана жеңе алады деп ойласаңыз, қателесесіз. Тіпті көзге көрінбейтін паразиттердің өзі арыстанның денесіне еніп, оның ағзасын әлсіретіп, ауыр ауруларға әкелуі мүмкін. Кей жағдайда паразиттік инфекция арыстанның өліміне де себеп болады. Яғни табиғатта арыстан үшін ең қауіпті қарсыластарының бірі ол өзі байқамайтын кішкентай ғана паразиттер. Достар, жалпы сіздерге осындай жануарлар әлемі жайлы видеолар ұнайды ма? Пікір алаңға жаза кетіңізші. Ондай болса мен жануарлар жайлы видеоларды жиі істеп отырамын. Ал бүгінгі видеом сізде қандай да бір эмоция тудырып, ұнаған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, арнаға тіркеле отырыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.